Орамалмен ар ұятпен алысқан заман болды. Осы орамал мәселесіне келгенде біз зайырлы мемлекет болып боламыз. Жалпы зайырлық деген мынау Франция мемлекетінен бастау алған. Зайырлық деген әрбір адамның жеке құқығы, мүддесі қорғалған дегенді білдіреді. Яғни мынау арын сатып, ұятсыз жағдайда жүргендердің құқығы қорғалса, иманына берік болып, Алланың бұйрығын орындай жүрген адамдардың да құқығы орындалу керек. Зайырлық деген осыны білдіреді. Жалпы орамал, хиджаб бұл уахабилік киім емес. Біз әсілінде Аллаға иман келтірген, қасиетті Құранды қастерлеген халықпыз. Сол қасиетті Құран-ы Кәрімде Аллах тағала А'раф сүресінің 26 аятында айтады: «Ей адамзат баласы, сендердің ұятты жерлеріңді жабуларың үшін әсемдік киімдер түсірдік. Біле білсеңдер, тақуалық киімі жақсы» деген. Осы аяттың аясында мұсылман кісі ұятты жерлерін жауып, Алла бұйырған киімдерді киеді. Яғни орамал тағу, әуретті жерді жабу, бұл Алланың бұйрығын орындау болып есептелінеді.